Ілияс Жансүгіровтің «Ағынды менің Ақсуым» өлеңінде ақынның туған жеріне деген шынайы махаббатын көремін. Өлеңнің өн бойында ақынның туған жерге, туған елге деген махаббаты, сағыныш лебі еседі. Жетісу өлкесінің жеті өзенінің бірі саналатын Ақсудың табиғатының ғажайып бейнесін, жанды суретін көресің. Ақсу тек жай өзен емес, шындағы мұздықтардан бастау алып асқар таудан аққан, жерге нәр берген, елге қуат берген қасиетті өзен. Ақсудың жанды суретін көз алдына әкелетіп, тамаша суретке қайран қалмасқа болмайды. Ағынды менің Ақсуым, ақырып әлі ағасын, ақилаған ашуымен ақтарды асқар сабасын, тас тартпауын, шапшуын қарасаң қайран қаласың. Жалғыз жазғы бір кеште жағаладым жағасын, тұнжыраған торғын түн, түндім сұлу суына, таңырқап тау-тас тамсанып, жымынды жұлдыз мұңыма, сүймеген сүңгі сұршатап, шомылды таудың суына. Жүйке шарбы бұлтты қалқалай қалды қылмия, аспанды ай алтын құшыға қусыра қайың құшады. Қарамай қайың, қалайша қаужиған құшасын бұтаны, қайың мен сәуле сүйсің, сүймеген де нысабы. Ит мұрыны меңіреп, қудырлап қоңыз ұшады, бауырлаған ағынның сумаңдап суы сылдырайды, қудиған қоңыр құрақтың саусағы суда судырайды. Бұл өлең Ілиястың тіл шеберлігінің көрінісі, туған жері Ақсудың асау табиғатын таныта білген туындысы. Ақсу елінің әнұраны десем артық емес. Сондықтан да «Ағынды менің Ақсуым» өлеңін ақын шығармаларындағы шоқтығы биік туынды ретінде бағалауға болады.